Алхамдулиллахи Раббил аламин. Барлық мақтау Аллах Тағалаға, күллі құт берекенің жалғыз иесі, біздерді сансыз нығметтеріне бөліп жатқан, сондай-ақ сүйікті пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахым берекелерін тілейміз. Аллах Тағала осы жиынымызды баршамызға, иманымызға, санамызға пайдалы қылсын. Сондай-ақ мынау өз араларыңыздағы осы бауырмашылыққа Аллах Тағала береке берсін. Осы бауырмашылықтарыңа Аллах Тағала разы болсын. Жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, «Ваджабат махаббати лил мутажалисина фия, вал мутахаббина фия, вал мутазавирина фия, вал мутанасихина фия» дейді. Мен үшін бір-бірімен бауыр болып жүргендерге, мен үшін бір-бірін жақсы көріп жүргендерге, мен үшін бір-бірімен отыруға уақыт тапқандарға, бір-бірін мен үшін зиярат етіп жүргендерге, мен үшін бір-біріне адал, насихатшыл болып жүргендеріне, бұларға менің махаббатым уәжіп болады деген хадисул құдси бар. Пайғамбарымыз айтқан. Міне сол махаббат Алла Тағаланың осындай бір уәжіп болады деп уәде етіп тұрған сүйіспеншілігі, махаббаты баршамызға осы өмірімізге серпіліс әкеп тұрсын әрдайым. Жалпы енді Аллах Тағала бала сыйлағаннан кейін бұл баланы дүниеге келуінің өзіне қарасақ, хамалатху уммуху вахнан аля вахн дейді. Лұқман сүресінде Аллах Тағала айтады, баланы, сәбиді анасы дүниеге келгенге дейін қиналу үстіне қиналып көтереді. Яғни 9 айда біраз денсаулықты береді балаға. Өйткені баланың даму процесі, өсіп жатқан бала сол анадан алады ғой бөліктерін. Соның клеткаларынан алады, өседі, 9 ай көтереді. Қиындық үстіне қиындық, әлсіздік үстіне әлсіздік, вафисолуху фи амейн, сондай-ақ оны 2 жыл емізеді. Кімде-кімнің соған жаңа шамасы келсе. Не бұл жерде қандай нәрсе жатыр? 9 ай көтеріп, сосын оны қиындықпен дүниеге әкелген ана енді осы баласын кімнің тәрбиесіне береді екен? Алланың ба? Әлде дүниедегі көрінбей жүрген, көзге ешқашан көрінбейтін, тек қана жаман нәрселерді қызықтырып шақырып, уәсуас жасап жүретін шайтанның тәрбиесіне ме? Ол білінбейді. Шайтан өз көрінбегеннен кейін, ол шайтан көптеген адамдардың баласын тәрбиелеп жатқаны да білінбейді ол. Өйткені өмір қалай ағысы болып жатыр, солай болып жатқан сияқты болады. Сонда Алла Тағала сонша қиналып, босанып дүниеге келген баланы кімнің тәрбиесіне бересің? Біз сондықтан маңызды нәрсе, біз тіпті өзіміздің дүниеге келіп жатқан балаларымызды өмірі тіпті бізге де ұқсамас екен. Пайғамбардың өміріне жалғап жүру керек бұл өмірді. Көрдіңіз ғой, біз тіпті өзіміздің өмірімізбен емес, бұл біздікін қайталап қайтеді ол бала. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху өміріне қарай байлау керек та. Өйткені пайғамбарымыздың өмірінің күллі секундына Алла Тағала риза болған. Оған дәлел Худ сүресінде Алла Тағала мысалы «Уәлә ғамрука» деп ант еткен. Сенің ғұмырыңмен ант етем деген Алла Тағала. Яғни бұл не үшін? Алла Тағаланың оның күллі ғұмырынан ризалығы, разылығы да. Сондықтан кімнің өмірі заяға кетпеген? Толыққанды түрде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям. Ол толыққанда жаңағы пайдалы өмір. Оның өмірінде бір қателік жоқ. Оның өмірінде күллі нәрсе Алла Тағала риза болады. Сондықтан біздің баламыз сол пайғамбарымыздың жолын қуса, онда біз бақыттымыз. Сол бақыттылықтың өзіне назар аударсаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір хадисінде айтады: «Мән қора әл-Құр'ана ва тағалламаху ва амила бихи». Кімде-кім осы Құранды оқыса, үйренсе, оның ішіндегі мағыналарды, сондай-ақ соның амал етсе, іске асырса. Мысалы, намаз оқыл деді, намаз оқып жатыр. Ораза ұста деді, ораза ұстап жатыр. Ата-анаңа зекіп сөйлеме деді, зекіп сөйлемей жатыр. Яғни амал жасап жатыр. Кім осылай келетін болса,
ульбиса яумал қиямати тәжен мин нур, оған нұрдан болған тәж кигізіледі дейді. Доуху ка доу шамси, оның жарығы күннің жарығындай дейді. Күн сондай бір тәжді кигізеді. Сосын Алла тағала ульбиса абавайхи, ата анасына кигізіледі дейді. Сосын хуллатани, екі білезік, ла тақума бихима дуния, яғни бұл дүниенің құны жетпейді дейді оған. Адам алейхиссалам жаңағы жерге түскен кезде сол күннен бастап мына дүниенің анау қияметке дейінгі күллі байлығын есептейтін болсаңыз, күллі дүниенің құны жетпейтін екі білезікті ата анасына кигізеді дейді. Сонда ата анасы ұялып кетеді дейді. Тығылып, Раббымыз-ау, амалымыз жоқ еді ғой бұндай. Бұл неге кигізілді, қалай кигізілді бұл? Деген кезде би ахзи валадикум ал-Құран, ана балаларың Құранды ұстанғаны үшін осынша сыйлықты бере салғым кеп тұр дейді. Сонда бала тек қана өзін емес, ата анасын бақытты қылу үшін келеді екен дүниеге. Сосын ол тек қана дүниедегі емес, дүниеде де, ақыретте де бақытты қылу үшін. Мысалы кез келген адам бұл өмірден озып жатқан кезде, ол жаңа қабірстанға барып шығарып салады баласы, ата анасын мысалы. Яғни көрге шығарып салады деген нәрсе тұр да. Бізге көрге шығарып салатын бала емес, оны әркім істейді. Баласы болмаса біреу шығарып салады көрге. Бізге ақыреттің төріне апаратын бала керек. Жаңағындай тәж білезікпен аяқталатын. Сондықтан осы баланы қандай қылып жасағың келсе, мен көмектесемін дейді Алла тағала. Қараңыз. Егер де осының өмірін заяға кетіргің келсе, мен бөгемеймін дейді. Заңдылық солай дейді өмірде. Сенің таңдауыңа байланысты. Жақсылық таңдасаң, мен көмектесіп жақсарта беремін. Жамандық таңдасаң, заяға кетіп қалады бұл бала. Болды. Сен дүниеде де ақыретте де ештеңе күтпейсің бұл баладан дейді. Сондықтан Абай атамыз айтады ғой, жалпы жақсы бала, сен бала сұрайсың Алладан, әйтеуір саған берді. Алайда ол бала тозақтан құтқаратын, ата анасын тозақтан құтқаратын бала қазақтан туам екен дейді. Бұл Абайдың шақыру тастауы бізге. Өз заманда әбден көрген адамдардың мінезі, тәлім тәрбиесі, Алла тағалаға мүлде ешқандай қам жемейді, ғибадат қылайын деп, Құран оқиын деп. Сонда Абайдың сол кездегі айтқан сөзі, ата анасын тозақтан құтқаратын бала қазақтан туам екен дейді. Сосын айтады, ондай баланы сендей әке, сендей ел тәрбиелеп бере алам екен дейді. Өйткені ұстын жоқ болды да, қоғамдың ұстыны жоқ. Ол баланы кім тәрбиелейді? Ол баланы Алланың адал құлы, елінің адал ұлы тәрбиелеу үшін ол әке мен ананың бойында болу керек қой қасиет. Егер ол болмаса, қайдан шығады ол нәрсе? Сондықтан қаншалаған салиқалы жаңа пайғамбарлар өмірде озған. Мысалы Закарияны алатын болсақ, Закария Аллах тағаланың сол пайғамбарларының бірі, Исраил ұрпақтарына жіберілген. Соңғы Исраил ұрпақтарынан тұқымы, жаңағы соңғы тұқымның әкесі Закария. Сол Закария қартайған шағында енді мына аманатты кімге тапсырып кетеді? Тәуратты насихаттау, дін кімге? Бұның бәрін кімге тапсырады? Қартайған кезі. Содан артындағы жаңағы раввиндерге қарайды, жаңағы имамдары ғой өздерінің. Имамдары, молдалары әртүрлі. Соларға қарайды, олардың барлығы енді шындап келген кезде аманатты бір арғарай дұрыстап жеткізейін деп тұрған адамдар емес. Өйткені бұлардың көбісі, Алла тағала Құранда айтқандай, ол яхузуна арада хазал адна ва яқулуна сайюғфару лана ва ияхдуху мараду мислюху яхузу. Бұлардың басым көпшілігі дейді кейінгі буын, Исраил ұрпағындағы кейінгі буынды айтып жатыр. Ол кітабилерінің кейінгілері, егер оларға бір дүниені сұнсаң дейді, сол дүниені жаңағы параны ала салады дейді. Сосын айтады дейді, кешіріледі ғой бізге деп. Егер оған келесі жол тағы бір сынаймыз дейді. Бәлкім райынан қайтар, ұялатын шығар деп. Тағы да біреуге пара әкеп атса, оны да ала беретін болды дейді. Бұлардан негізі серт алынған кітапта дейді. Әлем юхаз алейхим мисақун
мисақул китаби. Бұлардан серт алынып еді ғой Тәуратта, нан алмаңдар деп. Енді Закарияны қарайық. Қартайған кезі бала сүймеді сол жасқа дейін. Сонда Алла Тағала Мариям сүресінің басында айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, каф-ха я ғайн сот, зикру рахмати роббика абдаху Закария. Ей пайғамбар, біз саған Закария туралы хабар айтайық, естелік берейік, Раббыңның Закарияны рахымына қалай бөлегендігі жайлы. Сол бір кез ол осы уайымға батып, изнада роббаху нидаан хуфия. Сол кезде ол өзінің михрабында Раббысына құпия түрде жалынып жатқан еді дейді. Сөздері: Қола Робби инни ваханал ғазму минни. Дуаның кезіндегі кәдімгі жағдаят: Раббым, сүйектерім қаусады, ваштағалар росу шайба, шашым толық ағарды. Сол нәрсені айтып жатыр да. Валам акун би дуаика робби шақия. Еш қасан саған жалбарынған дұғамда жауапсыз қалмаған едім. Бірақ осы күнге дейін жаңа бала сұрамаған. Бала сұраудың өзін ұялған пайғамбарлар. Сол кезде неге? Егер хайырлы болса береді ғой. Бермей жатыр ма? Сонысы хайырлы ғой. Тек жаңағындай аманатты енді кімге тапсырайын деп тұрған кездің сол немен сұрап отыр да. Сонда айтады өзі: инни хифтул мавалия. Себебін айтып отыр да Тағалаға: Раббым, мен қорқып тұрмын, қауіп қатердемін, әл-мавалия, артымда мына іске мұрагер жоқ па деп. Ваканат имраати ақиран. Әйелім бедеу. Вахабли милладунка валия. Өз қасыңнан маған бір мұрагер сыйлашы дейді. Қалай солдыған айтады, періштелер келеді ғой михрабта тұрған кезінде. Я Закария, ей Закария, инна нубашширука би ғуламин. Міне біз сені бір баламен сүйіншілейміз қазір. Исмуху Яхия. Оның есімі Яхия. Яғни біздегі Жақия дегендей. Сосын Алла Тағала атын өзі қойған. Көрдіңіз ба? Алла Тағала атын өзі қойып, лам нажғал лаху мин қаблу самия. Жердің бетінде бұл сенің балаңа дейін ешкімнің аты Яхия болған емес дейді. Ең бірінші есім дейді мен беріп тұрған жердің бетінде сенің балаңа. Сонда жаңағы сасқаннан, жаңағы Алланың құдіретімен сұрап атқан, ұялғаннан жаңағындай сөздер айтады. Робби анна ли якуну ли ғуламын. Менде бала қалайша болады? Әйелім бедеу, өзімде кәріліктің ең шегіне жеттім ғой деген кезде періштелер айтады: казалика қала роббука. Раббың осылай айтты: хуа алайя хайин. Бұл маған өте оп-оңай. Вақад холақтука мин қаблу лам таку шайя. Есіңде ме, Закария, сені бұрында жаратқан едім ғой мен. Сен түк емес едің ғой маған дейді. Көрдіңіз бе? Енді осы баланы сұрап алды ғой. Аталы сол сәбиді берді. Ойлаңыз, сәбиді жаңаға босанат, мысалы анасы Яхия өсет. Жаңа бізде 13-те отау есі дегендей. 13 жасқа жеткен бала. Не үшін сұрады оны Закария? Аманат ұстау үшін. Не үшін сұрады? Аманат ұстату үшін. Енді қараңыз, Алла Тағала не үшін берді? Сол дұғамен берді ғой. Аманат үшін берді да оны. Сондықтан бірден айтады: Я Яхия. Закарияның әкесі айтқандай қылмайды өсиетті. Закария жайына қалып, Яхияға Алла Тағала өз айтып атқандай қылады ғой. Я Яхия, хузил китаба биқуа. Ей Яхия, ұста мына кітапты мықтылап. Мен сен әкеңе сол үшін бергем. Ва атайнахул хукма собия. Осылайша біз Яхияға сәби күнінен даналықты берген едік дейді. Бұл аяттың бізге үйрететін нәрсесі: балаңа сәби күнінен ақылын тәрбиеле. Даналыққа бала күнінен тәрбиелеуді үйрет деп отыр бізге. Бала күннен даналыққа үйрету керекпіз. Көрдіңіз ғой? Ол даналық қайдан келеді десе, Алла Тағала өзі дайындап қойған оның бойында ол. Ол өзі жүгіріп келіп сұрайды: анау не деп? Ол күнді сұрайды, ол айды сұрайды, ол жұлдызды сұрайды. Алла Тағала бізді не үшін жаратты деп сұрайды: мынау не деген? Сол арқылы жауабың Құраннан жаңағындай өзіңізге бүйтіп дөп түсіп тұрса, даналық деген сол екен өзі.
балақайым, бұл күн жауапты Құраннан аласыз. Атал айтады, біз оны сендерге жылу және жарық беретін күн қылып қойдық. Көп сөз ұйымдастырып керек жоқ балаға. Жеңіл. Ол бізге жылу береді, ол бізге жарық береді. Міне бұл жылу мен жарықты бізге беріп тұрған Алла Тағала. Сол сияқты маған үйретті, саған мен жылу берем, жарық берем. Сен де маған жылу бересің, жарық бересің дегендей. Сөйтіп бала өзі мәмілені үйрене бастайды да, соның барлығы ішіп жеген кезде тамақ қалай жеу керек. Міне осының барлығы қарап тұрсаңыз, Яхияға бірден жаңа аманат тіліп, біз оған бала күнінен сәбилікті берген едік дейді. Яхияға байланысты сондай-ақ маңызды сипаттар балаға керекті бойына егілетін. Біріншісі кітапты ұстануы, яғни балаңыз Құранға ғашық болу керек. Ол біздің міндетіміз, бірінші Құранға ғашық болу керек. Енді жаттауы несі, ол шамасы келгенше. Ол шаманы оған Алла береді. Бізде оған сол шамасының келетін жағдайда біз оған үйретеміз. Бірақ Құранға бала ғашық болу керек. Бір, екіншіден бала даналық деген нәрсеге үйрену керек. Әрбір сөзі орынды болу керек. Әрбір нәрселерді дұрыс үйрену керек. Одан кейін ханана милладунна дейді. Ханана деген сөз мынау жаңағы аяушылық сезім болу керек ода. Біреуге жан ашуды үйрену керек. Неге қиналып жатыр екен бұл кісі? Ана кісі бүйтіп сүрініп қалса көтеріп жіберуге ұмтылатын жанашырлық сипат баланың бойында болу керек. Егер ол болмаса, қатыгездік автомат түрде келеді. Бала қатал болады. Құлап жатқанға қарап тұра беретін болады. Сүрініп жатқанға қарап тұра беретін болады. Ол сосын сізге де сондай мәміле жасайтын болады. Сондықтан мынау жанашырлық деген нәрсе міндетті түрде болу керек. Соны береміз. Уазакатын, ішкі жан дүниесін таза қылуға тырысыңдар дейді. Ол ішкі жан дүниесін қалай таза қыламыз біз дегенде, баламызбен айтамыз. Балам, егер бірдеңкені бүлдіріп қойсаң, мейлі екі алып қой. Алланың атымен ант етем, мен сені жек көрмеймін ол үшін. Сондықтан сен оны келіп маған айт. Балам, әке, мен наны құлатып алдым. Әке, мен екі алып қойдым. Біз ол кезде екі алып қойдың ба? Онда қазір біз ертең сен 5 алатындай қыламыз. Сөйтіп сөзде дайында баланы әрбір сүрінген нәрсесі тарс еткізіп ұра беруге болмайды. Адам шықпай қалады одан. Көрдіңіз ба? Бірақ Алла Тағаланың несін қараңыз, заңдылығы қандай? Сол жерде оған, балам, ертең 5 алатындай қазір дайындаламыз деп, осыны таңдайсыз ба? Әлде өй ақымақ деп басынан ұрып соны таңдайсың ба? Екеуін де бөгемейді. Осы жерде адам адасады. Ұрып атқаныңызда бөгемейді. Неге? Өмірді реаліне қылғанда таңдау сенен шығып отыр. Қайсыны таңдайсыз? Баланы ұрып ақылды қыламайсыз ешқашан. Болды, сен оны сүмбірейтіп атсың, сүмбелек қылып атсың да, болды. Алла Тағала оны жаңағындай қылып саған береді екен. Біреулер оны сүйе алмай жүр, о баланы. Сүйе алмай жүр. Жоқ, оларда о бала. Олар төсегінің төріне отырғызып, жаңағы дәретін сындырып қойса да оларға ол соған жылап қуанатын еді олар. Біз кейде мына жерде бір жерге сиып қойса сол үшін ұрғылап атады аналар. Бір керемет тазалықты үйренгендей. Болмайды ол. Оның барлығы қайтып сені ана қылды ғой. Ана қайтып ұрады оны. Жаңа бұтына сиып қойған үшін қайтып ұрады оны. Ол өзі ана деген атаудың өзін жаңа Міржақып Дулатов айтады. Өзі негізі кезінде дәстүрлі ортада дейді. Балаға лайықты тәрбие бере алған әйелдерге ғана ана деп айтылатын дейді. Дұрыс тәрбие бере алмайтындарға шеше деп қана айтыла салатын дейді. Көрдіңіз бе? Соқтан ана, шеше деген сөз балама сөздер болғанмен, тәлім тәрбиесінде екі бөлек нәрсе да. Жан тәрбиесі. Сондықтан жан тазалығы сен жасырма менен ешқашан. Бүлдіріп қойдың ба, бірден құлатып алдың ба, ренжітіп қойдың ба, екі алып қойдың ба, сен менен жасырма ешқашан. Не құрылы менен жасырмайсың, соғырлы мен сені жақсы көре берем. Осы нәрсе болу керек. Есіңде болсын, ешқашан жек көрмеймін сені. Мен қайта жылап қуанам. Шіркін-ай, Раббым осындай шындықты айтатын баланы сыйлағаныңа маған. Мектептен келген кезде де баламен мысалы жаңағы кіріп келген бетте 5 алдың ба деп сұрайсың. Одан басқа сөз жоқ па?
Сонда бала 5 балаңнан қымбат па? Бұл сонда не нәрсе ол? Сондықтан үйге келгенде, ой, менің ер азаматым келді ғой, қардың ашқан шығар деп анасы әнші не беріп, сосын әңгімені өзі айта бастайды, не алғанын, не алмағанын. Сондай мәселелер, соның бәрін ата-ана жағынан тәрбиеде үлкен қателіктер бізде кетіп жатқан. Не үшін Алла тағала айтып жатыр? Біз оған бала күнінен даналық бердік, және жанашырлық бердік, және тазалық бердік дейді. Яғни, ей ата-аналар, балаларыңа даналықты, жанашырлықты, рахымдылықты, тазалықты үйрет дейді мына жақта. Ішкі дүниеде. Вакана тақия. Сонда сенің балаң тақуа болады дейді. Көрдіңіз ғой? Ва баррам би валидейхи. Ата-анасына да ол Закария сондай ізгі қарайтын еді дейді. Валам якун жаббаран асия. Тілазарлық қылмайтын еді дейді ата-анасына ешқашан. Мысалы, ол бала біздің біреуміздің ата-анамыз тірі болып, ол баламен ата-анамыздың үйіне қонаққа бардық дейік. Немесе біреу ата-анасымен өмір сүріп жатыр бірге. Сол кезде сол баланың көзінше ата-анаңмен мәмілең дұрыс болмаса, ол оны зафиксировать етті ме? Сен ойлайсың, ол ештеңке қарап жүрген жоқ деп. Ол кәдімгідей файл сақталып жатыр мына жақта. Ол қазір саған ештеңке айтпайды. Өйткені қазір сен оған авторитет сияқтысың әлі. Кейін айтады, өзің солай істеп едің ғой деп. Көрдіңіз ба? Сондай нәрселер болады өмірде, құрметті жамағат. Сондықтан не дейді? Ата-анасына ізгі еді дейді. Тілазар жасайтын, тілазарлық қылатын, сондай дөрекі емес еді. Міне осындай адамдарға біздің сәлеміміз болады дейді. Сөйтіп бұл бірінші мағына. Екінші мағына. Лұқман сүресінде Алла тағала Лұқман Хакимнің бір оқиғасын келтіреді. Лұқман Хакимнің Алла тағаланың жаңағы жолында жүріп үлкен даналыққа ие болған құлдарының бірі. Енді оның өмірінде салиқалық өнеге алатын қырлар өте көп. Мысалы, бізде бір Абылай ханның өмірін оқитын болсаң, өмірін толық оқып шықсаң, түрлі қырлар ашылады ғой өмірі. Немесе пайғамбарымыздың өмірін оқыған кезде өмірдің қанша қыры ашылады. Бірақ мына нәрсеге қараңыз, Лұқманның күллі өмірін сөйлемей, тек қана өстіп баласымен сөйлесіп отқан кезін ғана айтуды қалады Құранда. Басқа ешқандай нәрсесін айтқан жоқ. Мысалы, аяттың басына қарасаңыз, «Уалақада атайна Лұқманал хикмата». Расында да біздей пайғамбар ол Лұқманға даналықты сыйлаған едік. Даналық не үшін беріледі екен? Білім, даналық, осылардың өзі немен төлеймін Аллаға мен десек. Ани шүкір лилла, Аллаға шүкір ет деп бергенбіз дейді. Сосын айтады, «Уама яшкур, фаиннама яшкуру ли нафси». Кімде-кім шүкір етсе, өзі үшін шүкір етеді. Яғни, мен мұқтаж емеспін дейді. Сен өзіңнің адам екеніңді дәлелдеп жатсың дейді маған. Жақсы, абыройлы, аманатты, адал құл екеніңді ғана дәлелдейсің дейді, болды. Мен мұқтаж емеспін дейді сенің шүкірлігіңе. Егер шүкір етілмесе, адамдық неден біз шығып кетеміз. Соқтан Мағжан Жұмабаев ағамыз айтады, баланы тәрбиелеу керек дегенде дейді, адамға ең алдымен осы адамға адам деген ұғымды, адам деген қадір қасиетті, осы жан ғана беретін болғандықтан дейді, адам баласын тәрбие қылу керек дегенде, сол баланың жанын тәрбиелеу көзделеді дейді негізі, тәні емес дейді. Көрдіңіз ғой? Бізде көбінесе баланың эстетикасы, сыртқы нәрселер ғой тәрбиеленетін. Физикасы, мысалы, спортқа береміз, физикасы тәрбиеленеді, жігерін тәрбиелейді, тағы да басқа жақтар түгелін тәрбиелейміз да, бірақ жан кімде? Жанның бір қиын жері, құрметті жамағат, не сен оны тәрбиелейсің, не оны басқа біреу тәрбиелеп жатыр. Ол көрінбейді көзге. «Иннаху яракум хуа ва қабилуху мин хайсу ла тараунахум» дейді Араф сүресінде. Ол шайтан дейді, сендердің көздеріңе ешқашан көрінбейді дейді. Оның қасындағы жолдастары да сендер көре алмайсыңдар дейді оларда. Бірақ олар сендерді көріп жүреді дейді. Қай жерде аңқаулық ұстап тұрсыңдар, сол жерде барып тәрбиелей береді дейді ол. Мысалы, сондықтан бізде не дейді? Қызым үйде, қылығы дүзде.
Яғни сен оның сырты эстетика, ана курсқа бердің, ағылшынды оқытып жатсың, спортқа бердің, жақсы, жан жақты тәрбие болып жатыр. Бірақ жанын кім тәрбиелеп жатыр десеңіз, оның жанын бүгінгі күні мына телефон тәрбиелеп жатыр. И ол оны сенен артық тәрбиелеп жатыр негізі. Ол оның дамытып жатыр, ішкі ізденістерін, көріп қандай нәрселер. Оның өзінің жұлдыз дүниелері пайда болады, ана бір өнегелер, өмірдегі нәрселер, кинолар, әртүрлі нәрселер, білмейсің, ол ішінде оның барлығы. Сондықтан Алла тағала сол шайтанға үлес бермес үшін оның жанын, ата-анасын сен Құранмен тәрбиеле. Балам адал бол, балам таза бол, балам 5 уақыт намазын оқы дегендей нәрсе. Міне сонда Лұқманның несіне келейік. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Сол кезде Лұқман өзінің баласына айтып жатыр дейді. Өзінің баласына айтып жатыр, уағыздап жатыр дейді. Бұл жердегі алатын сабақ, құрметті әкелер, уағыздап жатыр Лұқман баласына дегенде, әкенің баламен сөйлесетін сағаты болу керек. Жоқ дегенде аптасына бір мәрте. Балам, қалай, жағдайың қалай болып жатыр? Ішкі дүние, жан тәрбиелесі болу керек. Балам деп, құндылықтар, діндегі мәселе. Ол 6 күн бойы, немесе 7 күн бойы дүниені мектеп, тағы да басқа күлісін көріп жүр ғой. Бірақ сіз жан дүниесімен сөйлесу керексіз, балам деп. Сол кезде қалай сөйлесеміз онымен деген кезде, Лұқман нені сөйлесе, соны сөйлесе керек екен болды. Басқа не жоқ, тема түгел, жоспар дайын тұр. Бірінші нәрсе не ол жерде? Көпшілік заманда Аллаға серік қосу деген нәрсе, сондай ғасырлар бойы сондай нәрсе болғаннан кейін, Лұқманның ең бірінші өсиеті, я бунайя, үйретеді. Қалай сөйлесеміз баламызбен? Психолог ештеңке керек жоқ, тегін беріп отыр Алла тағала. Мастер-класс Лұқманнан. Сөз ғой. Сонда жаңағы нені айтады? Ең бірінші балақайым деп сөйле дейді. Балам деме дейді. Атын атама. Балақайым. Иә. Сондай нәрсе. Қызыңыз болса, қызғалдағым, жанымның қуанышы, ана жанына вызов жасасың, сосын шақырасың. Ана жақ кетіп бара жатыр сізге қарай. Ол жан ғой. Ол жан. Сосын айтады: "Я бунайя ла тушрик билла". Ешқашан Алладан басқа нәрсеге сыйынба. Осы істің басы бұл. Өйткені бұл нәрсе болмаса, Алла тағала жәрдемсіз тастап қоюы мүмкін. Алладан басқа нәрсеге сыйынба, өйткені Алладан басқа нәрсеге сыйыну ол үлкен қиянат дейді Аллаға. Ол сені жаратады, киіндіреді, тамақтандырады, ауырсаң шипа береді, осы күнге дейін өсіріп келеді, жұмыс береді, тағы да басқа. Құр сен алданып жүрсің дейді. Сосын сен басқа біреуге сыйынып атсаң не болады ол? Сондай әдемі сөзді айтады. Екінші, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Әрбір адам баласына, ата-анасына өте жақсы қарасын деп бұйырдық. Ата-анаңа وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Екеуіне бұл дүниеде маған ұнайтындай дейді Алла тағала. Мен бұйырғандай, екеуіне сондай серік бол. Анашым, әкешім деген сөздер. Қандай дәрежеде? وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كما ربياني صغيرا. Мысалы, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Мына қанат деген нәрсе бар ғой. Мысалы, періштелерде қанат бар ғой. Енді адамда қанат жоқ. Бірақ Алла тағала адамға айтады: "Сенде де қанат болсын" дейді. Қандай деген кезде? Сен дейді, біреу жаңағы ата-анаға байланысты. Ата-анаңа әрдайым төменділіктен, жаңағы ішіңдегі бір рақымдылығыңды жинап, төменділік қанатыңды жайып тұр дейді. Бүйтіп екеуін бүйтіп жаңа көтеріп алып тұрғандай қанатыңда. Сосын екеуіне айт дейді: "Раббым, осы ата-анамды рахымыңа бөлеші, мені кішкентай күнімде тәрбиелегендей. Екеуіне ешқашан ауыр сөз сөйлеме. Екеуіне құрметті сөз сөйле" дейді. Құрметті. Бұл қаулан карима. Сондай құрметке бөлейтін сөз сөйле. Яғни бізде мынандай сөз бар. Әуелі Алла, сосын пәленше деген сөздерді ана бір мансап иелерін айтылып атады ғой. Ислам тәлім тәрбиесі жақтырмайды оны. Оны жағымпаздау деп саналады. Тек ата-анаға рұқсат етіледі дейді айтуға. Көрдіңіз бе? Өйткені бұл ихсан. Сіз болмағанда анашым деген нәрсе. Осындай менде қасиеттер болар ма еді дегендей нәрселер. Көрдіңіз ғой? Сіз болмағанда әкешім деген сөздер.
Осы нәрселер ата-анаға жиі айтылып тұру керек. Өйткені бұл оның анау жүрегіндегі давление, қан қысым, сахарларына дейін емдейді. Тек көңілі осындай болып жүрсе, оның ішіп жүрген дәрісі тез шипа болады. Егер оның көңілі бұлдан нәрседен алыс болса, дәрі созылмалы, емдемейді ол. Ол дұрыс емдемейді. Баланың рөлі өте үлкен да. Және осыны балаға үйрету керек. Сосын айтады, балаңа енді дос таңдауды үйретеміз. Бірінші Алла тағаламен байланысың, екінші ата-анамен байланысың, үшіншіден дос таңдайды ғой бала. Уаттабиғ сабила мен анаба илайя. Маған қарай тәубешіл, маған қарай бойұсынып жүрген адамдарды ғана дос тұт. Соның жолына түс дейді. Неге? Өйткені ол маған бойұсынып жүргендіктен саған адал дос болады да, сен одан тек жақсылықты жұқтырып отырасың. Жақсылықты жұқтырып отқан кезде, ол жақсылық арқылы ата-анасына жаңа бала барып жақсылық жасайды. Жаман дос қандай? Мысалы ол келеді да, ата-анам кеше маған ұрысты дейді. Бойұсынып жүрген құл не деп айтады? Ата-анаңды ренжітіп қойғансың ғой дейді онда. Сен ата-анаңды құрметте, жаман сөз сөйлеме деп үйретеді. Ал жаман дос не дейді? Ой, өзі қазіргі ата-аналар ұрса береді, жастар түсінбейді олар. Бала бұзылады. Менде де сондай болған, сосын мен кейін бүйтіп қойып едім, маған сөйлемейтін болды, кез келген уақытта шығып кете берем үйден дейді. Бала бұзылып кетуін көрді ме? Соқтан Алла тағала бұл жерді де байқап, жаңағы бір беттің ішінде осыны кіргізіп, маған қарай еңкейіп, маған бойұсынып жүрген адамның жолында ғана бол. Соған дос бол, сонымен дос бол дейді. Келесі тақырыпты қараңыз енді. Лұқман не айтып жатыр? Я бунайя, қайтадан. Бір тақырыпты аяқтады, екінші. Ей балақайым. Иннаха интаку мисқала хаббатин мин хурдалин фатакун фи сохратин ау фи самавати ау фил арди яти бих Аллах. Есіңде болсын балақайым. Мен сені үйде жүрген кезде, қасымда жүрген кезіңде көрем. Сен менен алыс жүрген жерлерде мен сені көрмеймін. Бірақ есіңде болсын, Алла көреді. Мені алдағанмен Алланы алдай алмайсың. Сондықтан сен мен жоқ жерде бидайдың салмағындай бір істі бүлдірсең, сосын оны апарып бір жартастың ісіне жасырасың ба? Аспанға апарып жасырасың ба? Жерге апарып жасырасың ба? Есіңде болсын. Алла Тағала қиямет күні сол ісіңді алып келеді дейді алдыңа. Есіңде болсын. Инна Аллаха латифун хубир. Алла Тағала күллі құпияны біледі. Қазір мен сенімен сөйлесіп отқанда, сенің көкірегіңнің не іздеп отқанын Алла біледі. Алла Тағала сенің көкірегіңдегі құпияны да біледі, ол хабардар. Осы нәрсе балам есіңде болсын. Мен көп жүрбеймін қасында, мүмкін ертең өмірден осып кетем. Тек осы Алланың бақылауы есіңнен шықпаса, сен Алланың назарында боласың әрдайым. Рахымында, жақсылығында. Сондықтан негізгі нәрсе мен үшін де, сен үшін де құрметті ол Алла. Ол Алла қарап тұр, көріп тұр бізге. Сондықтан оның қарап тұрған сондай қасиетті назарынан біз жоғалтып алмайық. Біз бірдеңкені бүлдіріп, сол қасиеттен айырылып қалмайық. Ал адамдардың саған қарауы, олар осы дүниенің назарымен қарайды. Болды. Олардың назары саған ешқандай жақсы баға бермейді, ол күллісі алдамшы нәрсе. Сөйтіп жан дүниені бір тазалады. Сөйтіп келесі сөзін айтады. Я бунайя, ей балақайым. Келесі саған өсиет ететін ісім ақимис соля. 5 уақыт намазыңа берік бол. Мен қасыңда жүрген кезде мен саған серік болып көмектесіп қалам. Мен жоқ жерде саған серік болатын нәрсе намаз. Жамандықтан тек сол ғана тоқтата алады сені. Бір жамандықты істейін деп жатқан кезде қазір 5-ің кіреді ғой деп сол ғана тоқтата алады. 5-нен кейін бір күнә істейін деп тұрсаң, асыр есіңе түсіп сол тоқтатады. Ол менен гөрі күшті серік, егер оған жақсы болсаң. Көрсіз ғой. Соқтан осы 5 уақыт намазды жоғалтпа болма балам. Осыған тұрақты бол. Одан кейін, балам, өзіңнің қасыңа күш қуат жина. Ортаң жақсы болсын. Ортаң жақсы болу үшін уәмур бил мағруфи. Айналаңдағы достарыңа мен жақсы көретін істерді айтып жүр. Алла Тағалаға иман, ата-ананы сыйлау керек, намаз керек, ақырет деген нәрсе бар екен деп.
Уанха анил мункар. Сондай-ақ балақайым. Алланың алдында дәреже еткің келсе, жаман нәрселерден де тыйып жүр. Көрме, сонда адамның қоғамдағы орны, мысалы бір ортаға бір адам келеді, жаңағы адамға олар қызығады, оны әркім өзіне қарай тартқысы келеді. Сен тек Алланыкі бол деп отыр ғой. Сен Алланыкі боласың, егер сен Алланыкін сөйлесең. Жақсылыққа шақырасың, жамандықтан тоқтатасың. Ешкім сен өзіне аламайды. Өйткені осы нәрсені баласына үйретіп жатыр. Ертең біреулердің жетегінде кетіп қалма. Бір мансаптағылар өзіне қарай тартып алып кетпесін. Қызықпа ештеңкеге. Жақсылыққа шақыр, жамандықтан тый. Алланыкі ғана бол. Сол арқылы сен адамдарға көбірек пайдалы боласың. Үшінші, осындай жолдарда осындай істерімді істеп жүрген кезде қиыншылықтар келіп қалуы мүмкін өміріңде. Сынақтар келеді. Адамдар тарапынан жаңағыдай әртүрлі ауру сырқау келіп қалуы мүмкін. Жеміс-жидек, бақша жеміс бермей қалуы мүмкін. Осындай бір сынақтар келген кезде балақайым, уасбир аля ма асобака. Басыңа түскен нәрсеге сабыр ет дейді. Сабыр ет. Сабыр ету деген сөз әлсіздік танытпа. Бірінші. Екіншіден, осы басыңа түскен нәрсеңді адамдарға шағымданып айтпа. Маған осындай болатыр деген нәрсені балам жақындатпа өзіңе. Шағымың, жаңағы тек қана мұңыңды Аллаға аш. Раббым, осындай сынақ келіп қалды. Үміт етемін, осы арқылы күллі күнәмді жуып жіберші. Және ақыретте маған, ол дүниеде бірдеңке жоғалтсам ештеңке емес қой, Раббым. Ақыретті жоғалтып алмайшы мен. Осындай нәрсемен сабыр ет балам дейді. Егер осы нәрселердегі ұқыпты болсаң, инна залика мин азмил умур, есіңде болсын балақайым дейді. Мынау әркімнің қолынан келе бермейтін істер дейді. Көрсіз ғой. Міне сен қызығатын нәрсе. Лұқман осы нәрсені айтады. Одан кейін айтады: Ла тусағир хаддака линнас. Адамдармен мәміле жасағанда, сөйлескен кезіңде менмендік танытпа дейді адамдарға. Менменді бетіңді бүйтіп қайтарып, былай. Өзіңді сондай қымбат қылма. Саған біреудің қолы жетпей тұрғандай. Кімге керексің? Көрсіз ғой. Жаңағыдай бір адамдар болады. Алла тағала оған дүние береді. Сосын ол үрлет. Жаңа бізде семіздікті қойғана көтереді дейміз ғой. Ол да үрлет. Бірақ адам үрлеген кезде, амандасатын кезде де етіп қолын берсе берді, ол сенің қолыңды қыспайды да. Сен оныкін бүйтіп қысып, ұстап көресің. Егер берсе, осындай үрлеген адамдар бар. Алла тағаланың қасында түкке татымайды. Яти ражулун саминун яумал қияма. Қиямет күні сондай бір үрлеген бір адамды алып келеді дейді. Ла язину индаллахи бауда жанаха баудатин дейді. Алланың қасында да таразыға салады дейді оны. Жаңағы адамды. Сосын таразыға масаның қанатын салады екен Алла тағала. Сонда масаның қанаты тарс етіп таразыны басады екен. Сенде салмақ жоқ дейді. Масаның қанаты артық дейді сенен. Көрдіңіз ғой. Осы сияқты өмірмен аяқталуы мүмкін адам. Сондықтан лайк деген нәрселерге де қуана бермеу керек. Дизлайк деген нәрсе қайта формада ұстауға көмектесетін нәрсе. Өмірде. Соны сабыр етіңдер дейді. Адамдарға менсіп қарама, жердің бетінде жаңа бүйтіп тәкаппарланып жүрме. Алла тағала әрбір тәкаппар мақтаншақты жақсы көрмейді дейді. Сондай-ақ уақсит фи машика. Жүрген жүрісіңде жүрісіңнің өзін бір ретке келтіріп ал дейді. Орташа. Көрдіңіз ғой. Орташа жүріспен жүр. Сосын уағдут мен саутик. Сөйлеген кезде даусыңды төмендетіп сөйле дейді кішкене. Басып. Ешқашан деп айқайлап сөйлеме дейді. Қандай нәрсені айтсаң да айқайлап сөйлеме. Балаңмен де бірдеңкені құлатып алса да, не істедің сен деген сөздер жаңағы. Өйткені ол үйдің тыныштығын қашырады да шайтандар келеді. Мына жақта біз шақырып жатыр деп. Одан сайын құятты от қалмайды. Көрдіңіз ба? Сондықтан даусыңды бәсеңдет дейді. Егер даусыңды көтере беретін болсаң, онда мына нәрсені айтайын, мүмкін тоқтатарсың дейді.
не дегенде инна анкарал асвати ла саутул хамир. Алланың қасындағы ең жек көрінішті жағымсыз дауыс дейді, ол есектің дауысы дейді. Егер даусыңды басуды үйренбесең, есек сөйлеп жатыр деп қабылдаймын деп тұруға тағала. Ақырып жатыр деген нәрсе. Сондықтан бұл Лұқманның жаңағы баласына берген тәрбиесі осындай үлкен тәрбие да. Екіншіден жаңағы бала, Машһүр Жүсіп айтады, адам болам десең өзіңді де балаңды да аяма дейді. Мысалы, оны енді тәрбиелеу керексің Алла жолында. Мысалы, Мариямның өміріне қарайық. Мариям қыз. Мариямның анасы, әкесі қайтыс болып кетеді. Анасы жаңағы мысалы айтайық, ол кісі Алла тағаламен мәміле жасаған кезде, бала сұраған кезде, ол да серт жасасқан. Ол қалай деген кезде, ва исқалат имраату имрана рабби инни назарту лака ма фи батни мухарраран. Раббым, егер сен маған бала берсең, мен оны тек көтерсем болды. Мен тек соны ана болып бір босансам, сосын мен оны босанғаннан кейін бірден мешіттің тәрбиесіне, Ақса мешіттің тәрбиесіне бере саламын дейді. Болды. Тек осы нәрсені сыйлаш дейді маған. Бір ұлды сыйласаң, сөйтіп аяғы ауыр болады. Сөйтіп қуанып Закария жаңағы келіп әйелімен соларға айтады, міне Алла қаласа бізде бір ұл болады дейді. Сосын ол Закария айтады, оның ұл екенін қайдан білдің дейді. Мен солай серттескем дейді Алламен. Өйткені ұлды ғана береді ғой мешіттің тәрбиесінде, қызметке. Сонымен фәләммә вадағат қалат рабби инни вадағтуха унса. Сөйтіп ол оны босанған кезде, Раббым, мынау қыз ғой деп сертіне қиналып жатыр да. Сертім орындалмай қалатын болды ғой деп. Мынау қыз болып қалды ғой енді. Ол деп мен сертті мешітке берейін деп едім ғой деген кезде, Алла тағала аят түсіреді. Аллаху а'ламу бима вадағат. Алла біледі оның не босанғанын. Валайса закару кал унса. Әрине ер адам әйел адам секілді емес. Сонда жаңағы инни саммайтуха Мариям дейді. Мен оның атын Мариям деп қоямын. Ва уғизуха бика ва зурриятаха минаш шайтанир раджим. Сондай-ақ Мариямды да, одан кейінгі оның ұрпағын да қуылған шайтаннан өзіңе қарай сыйындырамын дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жердің бетінде дейді, егер де бір сәби болса, шайтан оны туған дүниеге келген кезде шымшымаған дейді. Әрбір бала дүниеге келгенде шымшып, қайда барасың менен деп шымшиды екен. Сонда тек қана Мариямды және Исаны шымши алмаған екен. Фатақаббалаха раббуха биқабулин хасанин. Сертті өзгерткен жоқ Алла тағала. Мариям қыз болса да, оны сол Ақса мешіттің ішіне кіргізіп, ерлерден қалыстырмайтын өзінің бір михрабында, жеке әйелге арналған бөлмеде, сол бөлмеде оны жақсылап өсіріп, сол жерде тәрбиелеп шығарды. Оған Закарияны жауапты қылып қойды. Көрдіңіз ғой? Әрдайым Закария, куллама дахала алейха Закария ал-михраба. Әрдайым Закария ол Мариямның құлшылық ғибадатханасына кіріп келген кезде, уәжада индаха ризқо, оның дастарханынан ризықтарды көріп қалады дейді. Негізі оған тамақ әкеліп тұрған Закария. Закария бір кішкентай, өзінің тапқан бір кішкентай тамағын әкелетсе, Мариямның бөлмесі тамаққа толып тұр дейді. Қысты күні жаздың жемістері үзілмейді, жазды күні қыстың жемістері үзілмейді. Ана жақтағы жылы жақтарда жеміс үзілмейді ғой. Сонда Закария таңғалып, «Анна лаки хаза, ей Мариям, мынау қай жақтан?» Сонда аталық, «Хуа мин индилла» дейді Мариям. Алладан келіп отыр. Алла тағала ризық берушілердің ең қайырлысы. Нені көрсетіп отыр мына жерде? Әйел адам ешқашан күнәға бармасын ризықтан қорқып дейді. Үйінде отырса мен табам дейді, оған кімнің ақ келетін деп отыр Алла тағала. Егер тақуалығын сақтап, көп мысалы әйел адамдардың тәнін нетуге соған кетіп қалады ғой. Көрдіңіз ба? Егер дейді тақуалығын сақтаса мен табам дейді оның үйіне ризық апарып беретін адамды. Міне соқтан жесірлердің өзіне қорықпайтын, қыз бала қорықпасынды ризықтан. Мариямды ризықтандырған Алла тағала. Көрдіңіз ғой? Міне осындай кілттер мысалы Құраннан бізге беретін. Енді осы бала
Ата-ана сізге бала сыйлап жатқаннан кейін біреуін жаңа бір юрист қылып оқытарсыз, біреуін медик қылып оқытарсыз. Яғни баланың қабілеті сіздің міндетіңіз. Мектепте оқып жүргенде бұл баланың бойында қандай қабілеттер бар, соны анықтап үйренбесек 10 жылдың ішінде біз дұрыс әке болған жоқпыз. Біз көре алу керекпіз бұны. Не қабілет бар бұда? Ол үшін менде онымен сырласу сағаттары көп болу керек. Алып жүру керекпін әр жерде. Бірде дәрігерлермен ортада осындай алып жүру керексіз. Мына жерде мысалы бір дәрігер отыр, бір тарихшы отыр, бір жаңағыдай химик отыр. Сол кезде сөйлеген кезде бала байқалады қай жаққа қарай ұмтылатыны. Дәрігер бауырыңыз сөйлеп отқан кезде дәрігерлер жақсы екен, мен ұнайды маған осы нәрсе дегендей. Сол қабілеттерді тауып қою керексіз оқуға түсіретін жылға дейін. Оқу мектеп бітіргеннен кейін қайда түсеміз енді деп отырған ол болмайды ол. Сосын ол балада қай жаққа түсеміз екен дейді. Мысалы бір бала бір жерде оқып жүрген, сосын екеуміз сөйлесіп қалдық та, сол айтады осындай оқуға түстім дейді. Сосын мен айтам, өзіңнің ізденіп бір сүйіп түскен мамандығыңды жоқ, әке-шешем осыны оқып ал деген, оқып жүрміз әйтеуір дейді. Оның өзі оны сүймесе, ол өзіне сала ала ма оған? Ол сала алмайды оны. Сондықтан адам сүю керек. Көрдіңіз ғой? Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба деген Абай атамыздың. Орын таппай деген сөз, өзіңнің қай мамандыққа сәйкесіңді түп таппай, ол жерде тәжірибе босқа уақытыңды өткізбе дейді. Өйткені сен ол жұмыста жүресің, 3-4 жыл жаңа бала жүреді, сосын айтады, мынау менікі емес дейді. Тағы бір жегереді, мынау менікі емес дейді. Сонда сен баптанатын уақытты жоғалтып отырып қойыпсыз. Бізден дұрыс маман шықпайды. Сондықтан осы нәрсені ол бала сізден үйреніп отыру керек, Құдай қаласа. Одан кейін Яқуб пайғамбардың жаңағы 11 баласы, 12 баласы мысалы дүниеге келгеннен кейін ағайындары жеп көріп Юсуфты қызғанып құдықтың ішіне тастап өлтіріп қойдық, қасқыр жеп кетті деген нәрселерді ұйымдастырады ғой. Сонда қарасаңыз бұл жерде не? Бұл бала атаған нені көрсетіп жатыр бұл оқиға арқылы? Яқуб Юсуфты жақсы көреді. Басқа балаларының ішінде бойына ерекше бір дәрежелер беріліп отқан байқайды. Яғни пайғамбарлыққа таңдайды Алла Тағала дегендей. Жақсы көреді. Сонда не көрсетеді Алла Тағала? Яқубтан сұрамай алып кетеді. Мысырға. Ол Юсуф құдықтың ішіне түседі. Әдемі, сұлу бала, мысалы айтайық. Ешқашан қиыншылық көрмеген. Құдықтың үстінде жатыр бір кезде. Кім тастады? Туған ағайындары, ешкімді соттамас үшін. Қызғаныштан. Одан кейін бір керуен келіп, ол Юсуфты керуеннің ішінен тауып алады да, мына жерде бір жақсы бала жүр. Қаншаға сатамыз дейді. Екіншісіне қосталды. Сатылам деп ойламаған, мысалы өзіңіз ойлаңыз. Ona барып сатшы береді. Мысырдың бір жаңағы уәзіріне барып түседі ол. Бірақ Алла Тағала не істегісі келді? Қаншама жылдар жасап, Юсуф министр финансов болды. Фараонның заманында, өзінің заманындағы. Сол Юсуфтың насихатымен сол замандағы Перғауын иманға келді. Екеуі қатар өмірден озғаннан кейін ғой, қайтадан перғауындық жүйеге қайтып келгендері жаңа. Сол ата-анасын қасына алдыртып, ағайындарын қасына алдыртып, өзінің жаңағы тағына отырғызатын күнге жетті ғой. Бірақ қанша уақыт кетті. Сонда атаға бұл нені көрсеткісі келеді? Балаң менікі болсын дейді, сенікі емес. Мен сол үшін бергем дейді. Тек сенің үйіңде жақсы тәрбиелесен үшін деп, сені сауапқа бөлу үшін. Бірақ өзіңдікі қылып тәрбиелеме дейді, менікі қылып тәрбиеле дейді. Сонда мысалы мынандай нәрсе бар да, ол балаңыз тек сізге ғана емес, ол елінің баласы болады. Менікі деген сөз аталған, елінің баласы болсын. Сол елінің баласы деген нәрсені біз тәрбиелегенде, сол кезде Айтеке би, Төле би деген нәрселер, кешегенде Абылай хандар, Ахметтер, Міржақыптар шығады. Қашан сен өзіңе тәрбиелейсің оны, түк шықпайды оладан. Түк шықпайды болды.
Соқтан ол елінің баласы болып тәрбиелену керек. Сол үшін оның жаңағы қабілеттері зерттеледі, қаралады. Не көрдіңіз ба? Яқупты алып кетті сұрамай. Ең соңында министр финансы болып кетті ол. Мысыр елінде, өзіңіз ойлаңыз. Соқтан Алланың қалағаны жақсы ма балаңызға, сіздің қалаған? Сіз шолақ болуы мүмкін да. Соқтан балаларыңыздың біреуін медик қылыңыз, біреуін тарихшы қылыңыз, біреуін физик қылыңыз, тағы бұйырып жатса біреуін дінге қойып қойыңыз, шариғатқа. Шариғатта біреу Құран жаттасын, біреу хадис жаттасын, біреу де осындай деген нәрселер. Сөйтіп қоғамда күллі өмірдің салаларының мамандары осылы балалардың үйінде тәрбиеленіп жату керек. Бұл біз дүниеден озғанда мына қоғамға ие болып қалатын солар. Әйтпесе бұл жаққа батыстың да жаңағы салғысы келетін нәрселер бар. Көрдіңіз ғой? Сондықтан бұндай жерді, бұндай кезінде мықты болған аталарымыздың еңбегімен, солардың иманымен, бұл ана найзаның ұшымен, білектің күшімен деген нәрсе, ол жетімсіз сөз. Ол жерде біреу қалып қойды, иманның қуатымен деген. Көрдіңіз ғой? Өйткені кешегі Ахметтер, кешегі Міржақыптардың күллісі намаз оқыған, күллісі Рамазанның оразасын ұстаған. Әйтпесе қайдан келді ол уайым оларға? Ана Ахмет өзінің жаңағы орыс қыздың өзін алып, қазақ тілін үйретіп, медресеге үйретіп, иман негіздерін үйретіп, атын Бәдру Софи деп өзгерткен. Толғанай деген сөз қазақша. Көрдің ба? Еркек өз принципіне көндірген. Сондай нәрселермен алған ол. Ол сол нәрсеге қарай жаңағы бір төсекті қатынас деген нәрсе емес, өмір деген. Соқтан ол кешегі анасы Ахмет қайдан шықты ол? Оның анасы Құдайға сыйынған адам болған. Ахмет алып кетеді, дұғада отырады ғой. Анашым, дұға ойым деп жазған хаттары бар. Сені мен көп қинадым, янына өмірлерім бәрі саған ауыр болып кетті ғой, анашым. Бүгін міне абақтыда мен отырмын. Жәннатқа апаратын жолдар түрлі, Алланың таңдағаны маған осы шығар дейді. Көрдіңіз ғой? Соқтан сондай тұлғалардың өзін дінімен байланыстырып оқымаса, құр әйтеуір бір жайтылға болып деген нәрсе емес ол. Ол рухтандыратын нәрсе көп өрісте. Мысалы кешегі анау Айтеке би, мысалы билер деген алтын ғасыр болған бізде. 17-ші ғасырдың ортасы мен 18-ші ғасырдың ортасына дейін алтын ғасыр, билер ғасыры болған. Тұнып тұрған шариғат мысалы. Шариғат десе біреу қорқады, ол жерде қорқатын нәрсе жоқ. Мысалы ол кезде мына нәрсені қараңыз, Айтеке би айтады. Тәрбиеленген жол қазақтың сол кездегі сапасын айтып отыр ғой. Қазақ жолы қанағат дейді. Қазақ жолы қанағат деген сөз бізде дейді, Аллаға наразылық, претензия жоқ деген сөз қазақта. Біз ризамыз күллі бұйрығына, намазына, оразасына. Енді проблемалар болып қалса қоғамда, қасаң дау емі шариғат дейді, Айтеке бидің сөзі. Адамдар шеше алмайтын мәселе туды ма? Шариғат қана шешеді дейді оны. Сондай мықты кісілер болған. Сол біз үшін жаңағы жан тәтті, мал тәтті деген нәрселер бар ғой енді. Жан тәтті, мал тәтті, жар тәтті деген нәрсе бар. Бірақ адам Алла тағалаға деген ұмтылысыңыз тәттірек болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Мен үшін өзімнің әйелдерім, мен үшін хош иістер өте жақсы дейді. Ұнамды дейді да бұл нәрселер. Алайда көзімнің ләззаты, жүрегімнің негізгі ләззаты Алламен байланысты дейді. Намазда. Сондықтан иншалла осындай жиынға барлық уақытта Алла тағаланы мақтаулар айтамыз. Бейбіт құлына сыйлаған осындай бір жақсылық нығмет арқылы баршамызды басымызды қосып отыр.